Неге келіндік міндет деген барда, күйеу балалық қызмет жоқ? Неге еркек сантехник, электрик шақырса қалыпты, ал әйел үй тазалаушы мен аспаз шақырса жалқау әйел? Неге әйелдің 40 жаны бар, ал еркектің 4 әйелге құмары бар? Неге келін ата-енесін бақса міндет, ал күйеу бала ата-енесін бақса күшік күйеу? Неге әйел баласын да бағып, жұмыс та жасап, үйіне де қараса әйелдік міндет, ал еркек өз баласын бағып, өз үйін жинап, өз отбасын асырау үшін жұмыс істесе қаһарман? Неге ана баласын тастап кетсе безбүйрек атанады, әке баласын тастап кетсе әйел жолда, бала белде дейді? Еркекті жақсы қылатында, жаман қылатында әйел болса, әйелді жақсы қылатында, жаман қылатында кім?